Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Нұрдың бастауы. Әу баста мекенсіз, мысалсыз, барлығымен бірлігіне ой жетпейтін ұлық Алла. Бисмиллахи-рахман-рахим деді. Ол сөз сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда ұлық Аллаға құйқылжытып зікір айтып, қараңғы кеңістікке сәуле шаша бастады. Ұлық Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхамбет деп есім берді. Оның есімі Алланы өте көп ұлықтаушы деген мағынаны білдіретін. Осылайша ең бірінші Мұхамбеттің нұры пайда болды. Ол нұр Құдайдың құдіретімен тауыс құсының бейнесіне енді. Сонда ұлық Алла: «Ей менің аяулы нұрым, сен менің мейір махаббатымнан жаралдың. Сондықтан да сен мәңгі бақи мейірім шапағаттың сөнбес шырағына айналасың» деді. Осыдан соң нұрдың шұғыласынан ақылды жаратты да: «Ей ақыл, сен менің құлдарыма берген ең ұлы нығметім боласың. Менің шексіз жомарттығымның айқын дәлелі сенсің. Себебі құлдарым дүниенің жасырын сырларын сенің нұрыңмен таниды. Сенің себебіңнен мен әлемдерге рахым нұрын жіберемін. Сенің тынысың рухани ілім болмақ. Көзіңе ұятты ұялаттым, тіліңе ақиқатты дарыттым, құлағыңа хикметті сіңірдім, жүрегіңе шапағатты қондырдым, ерік қалауыңа рахымды қосақтадым, басыңа парасатты қойдым, өзіңе сабырды серік еттім. Есіңде болсын, сабырсыз құлға сау ақыл нәсіп болмайды» деді. Сосын Мұхамбеттің нұрының бір ұшқынынан сабырды жаратты да ақылмен қауыштырды. Сабыр да жаралған сәттен бастап ұлық Аллаға мақтау мен мадақ айтып, тілін калимаға келтірді. Ұлық Алла екеуіне махаббат назарын төгіп: «Мен енді екеуіңе иман мен таухидты нәсіп етем. Құлдарым менің бірлігімді екеуің арқылы таниды. Ақылды ерден иман қашып құтыла алмайды» деді. Сол кезде ақылдың көңілі тасып, Алланың ең кемел жаратқан сүйіктісі мен екенмін деп ойлады. Ұлық Алла: «Ей ақыл, көңілің тасымасын, сен бірінші жоғары жаққа назар сал» деді. Ақыл қарап еді, төбесінде толған айдай жайнап тұрған асыл нұрды көрді. Ол жарыққа қарап: «Сен кімсің?» деді тамсанып. Нұр: «Ей ақыл, сен менің шұғыламсың. Ұлық Алла сені өзінің құлдарына менен нығмет етіп жаратты. Сенің мәртебең менмен ғана өседі» деді. Сол кезде ақыл тұрып: «Сенің атың кім?» деді. «Менің атым Мұхамбет. Ұлық Алла мені өзінің мейірім махаббатынан жаратты. Енді күллі әлем менің нұрымнан өсіп өніп, жан жаққа таралмақшы» деді. Сонан соң ұлық Алла ғайыптан тағы да 12 дария жаратты. Оның біріншісі әділет дариясы, екіншісі ынсап дариясы, үшіншісі бауырмалдық дариясы, төртіншісі мейірім дариясы, бесіншісі бекзаттық дариясы, алтыншысы сұлулық дариясы, жетіншісі имандылық дариясы, сегізіншісі өнер дариясы, тоғызыншы білім дариясы, оныншы ұждан дариясы, 11-ші ізгілік дариясы, 12-ші шапағат дариясы еді. Пайғамбардың нұрын әр дарияға 1000 жылдан малындырып шомылдырады. Нұр дарияның ішінде тұрғанда әр демінде лә илаха деп зікір айтып тұрды. Сөйтіп, нұрды кемел дәрежеден ең кемел сатыға тағы да көтерді. Дариядағы барлық ізгілік пен парасат нұрға сіңіп толысты. Ол дариядан шыққан соң Құдай тағала 4 бұтақты бәйтерек жаратып, тауысты теректің үстіне салтанатпен қондырады. Оның басына ләулік тәжін кигізді. Сол кезде нұр ұлық Аллаға тағзым етіп 5 рет сәждеге бас қойды. Кейін бұл ишара 5 уақыт намаздың негізіне айналды. Толықсып тұрған нұрдан тіршіліктің барлық мүшелері жеке дара бөлініп шыға бастады. Алдымен тауыстың денесінен 124 000 тамшы үзіліп түсті. Олар сол мезетте 124 000 пайғамбардың рухына айналып,
шыға келді.